Менің атым Томас. Бір күні мен жалғыз өзім орманға серуенге шықтым. Әдетте ондайға жиі шығам, басым тазалау үшін. Ауа райы жақсы болды. Телефонда карта бар, батарея толы. Еш ойым болған жоқ. Бірақ бәрі ойдағыдай болмады. Орманға сенің тым сенімді жүргенің ұнамады. Бір кезде мен картадағы негізгі жолдан бұрылып кеттім. Қысқарту үшін ғой деп ойладым. Біраз жүрген соң байқадым. Адасып кетіппін. Таныс ештеңе жоқ. Орман тып-тыныш. Тіпті құстар да үнсіз. Сонда мен ескі жолға тап болдым. Сол жерде екі адамды байқадым. Бір ер адам, бір әйел адам. Ол кенет пайда болғандай көрінді. Қорқыныштылау еді. Мен оларға жақындап, жол сұрай беріп едім. Ер адам маған қарап, «Соқпақ ана жақта», деді. «Сол жолмен жүр». Ал әйел қосып айтты. Бірақ соқпақтан ешқашан шықпа, не болса да. Мен басымды изедім де айтқан жағына қарай кеттім. Артқа қарасам, екеуі де жоқ, жоғалып кеткен. Сәлден соң айтқан соқпақты таптым. Тарлау екен, бірақ жол сияқты. Айнала қараңғылап кетті. Сол кезде кенет бір баланың жылаған даусын естідім. Даусы тым анық шықты, жақын жерден. Сол жақтан соқпаттың ар жағынан. Бір сәтке аялдап, әйелдің сөзін есіме түсірдім. Бірақ соқпақтан ешқашан шықпа, не болса да. Бірақ бала жылап тұр ғой, қалай кетіп қалам? «Ей, кім бар?» деп айғайладым. Жылаған даусы қатая түсті. Фонармен жарық түсірдім, ешкім жоқ. Бірақ даусы әлі де бар. Кетіп мен соқпақтан шығып кеттім. Бір қадам, екі қадам, ағаштар айналамды қысып бара жатқандай. Бұтақтар киімді іліп жатыр. Бір кезде жылаған дыбыс кенет тоқтады. Тыныш, ештеңе естілмейді. Сол кезде мен оны көрдім. Кішкентай бала тұр, жалаң аяқ, үсті кір. Бірақ оның бетінен біртүрлі нәрсе өсіп тұрды. Қап-қара ағаштардың жіңішке жылжып жатыр. Мен фонармен жарықты ары қарай бұрдым да олардың қайдан шыққанын көрдім. Алдымда біртүрлі жаратылыс тұр. Үлкен, теріс, ақшыл, қолдары ұзын, саусақтары тым көп. Ол маған тесіле қарап тұрды. Бала басын көтеріп маған қорқынышты күлімсіреді. Сол сәтте түсіндім. Құрбан жылаған бала емес, менің өзім енді құрбанмын. Артқа шегінгім келді, бірақ жол жоқ еді. Сосын бәрі түнекке сіңіп кетті. Қазір мен де сол орманда жүрмін. Кейде басқа адамдар келеді. Жолдан адасып, жылаған дыбыс естимін.